Галстугымызды жасау үшін бізге қайшы, сызғыш, ине жіп, зажигалка және ыстық кіре қажет болады. Сонымен қатар осындай бір жарты сантиметрлік лента, 4 сантиметрлік ақ лента және кез келген түстен қызыл 5 сантиметрлік және 1 сантиметрлік лента қажет болады. 5 сантиметрлік лентамыздан 27 сантиметр етіп екеуін қиып аламыз және 25 сантиметр бір ақ лента қиып алатын боламыз. Енді лентамыздың жан жағын шетінеп кетпес үшін осылай зажигалкамен күйдіріп аламыз. Ақ лентамызды ортасынан бүктеп, видеодағыдай бантик қылып қазір тегетін боламыз. Қызыл ленталарымызды да дәл осылай тігетін боламыз. Енді ыстық клейдің көмегімен бантиктерімізді бір-біріне жабыстыратын боламыз. Бізге бабочканы мойнымызға байлау үшін осындай 1 сантиметрлік ақ лента қажет. Бұны көз өлшеммен қидым. Бұл жерде де екі шетін шетінеп кетпес үшін зажигалкамен күйдіріп аламыз. Бабочкамыз әдемі көріну үшін ортасына алтын түстес лентамызды жабыстырып, бірнеше рет орап, ыстық клеймен жабыстырып қоямыз. 27 сантиметрден екеу, 25 сантиметрден екеу және 17 сантиметрден екеу. Ұлдардың бабочкасында, қыздардың да галстугының бастапқы бөлігі дәл осылай тігіп аламыз. 17 сантиметрлік екі қызыл лентамыздың жан жағын күйдіріп дайындаймыз. Бұл біздің астыңғы бөлігіміз және ақ лентамызды жан жағын күйдіріп, оны екі басын клеймен жабыстырамыз. 17 сантиметрлік екі қызыл лентамызды осылай айқастырып жабыстырамыз. Үстіңгі бөлігіне ақ лентамызды бұны да клеймен жабыстырып қоямыз. Енді галстугымыз әдемі көріну үшін астыңғы жағын қиғашынан қиямыз және зажигалкамен күйдіреміз. Бұл жерде де бантигіміздің ұлдардыкіндей үстіңгі бөлігін жабыстырып, алтын түстес лентамызбен әдемі көріну үшін айналдыра отырып жабыстырып шығамыз. Золото лентамыздан да кішкене бөлігін алып, әдемі көріну үшін осылай жабыстырамыз. Енді бантигіміздің үстіңгі және астыңғы бөлігін және артқы лентасын жабыстыратын боламыз. Міне біздің бабочкамыз және галстугымыз дайын. Керектеріңізге жарасын.